Сәлем баршаңызға. Бүгін біз кешкі асқа осындай керемет ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағам бешамель соусымен дайындалады. Бешамель соусын кейбір кезде белый соус деп атайды. Және бұл соус көбіне еуропалық кухняда кеңінен қолданылады. Ал бірінші енді құймағымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін сүтімізді құямыз, сұйық майымызды құйып, тұзымызды саламыз және 4 жұмыртқаны салып, барлығын шанышқымен жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды қосып, блендердің көмегімен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Егер сізде блендер болмаса, миксерді қолдансаңыз болады. Мінекей осындай болып шығады. Одан соң табамызды отқа қойып, үстіне сұйық май жағамыз және құймағымызды бір ожаудан құйып, екі жағынан пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Ал енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Отқа табамызды қойып, оның ішіне сұйық майымызды құямыз және бірінші сарымсағымызды, одан соң пиязымызды, кейін томат пастасын салып, 5 минуттай қуырып аламыз. Кейін сәбізімізді салып, қатты отта тағы да 5 минут қуырамыз. Одан кейін тауық етін саламыз, барлығын тағы да жақсылы етіп араластырамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын және дәмдеу үшін саласыздар. Одан соң 2 кесе суымызды құйып, бетін жауып, орташа отта 10-15 минуттай пісіреміз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді қатты отта қойып, кішкене осылай суын азайтып аламыз. Енді кезекте бешамель соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызды отқа қойып, үстіне сүтімізді құямыз, одан соң ұнымызды саламыз және тұзын, бұрышын, дәмдеу үшін қосамыз. Барлығын венчиктің көмегімен үздіксіз араластырып, отта ұстаймыз. Мінекей осындай болып қоюланады. Енді отымызды өшіріп, үстіне сары майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Ал енді осылай барлық құймағымыздың ішіне салмамызды салып шығамыз. Егер де сіздер тауық етінен жасағыларыңыз келмесе, онда фаршпен жасауға болады. Осылай бірінші салмамызды салып, үстіне үкіштен өткізілген сырымызды қойып, конверт тәрізді етіп ораймыз. Барлығын осылай ыдысымызға жайғастырамыз. Барлығын осылай салып болған соң, үстіне бешамель соусын құямыз. Осы соуспен тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Бұл соус тағамға ерекше дәм береді. Бетіне осылай үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп, 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Бір ерекше дәмі бар. Және де сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз.
бұйырса алда тағы да рецепттермен бөлісемін. Барлықтарыңызға ас болсын.